Шерфунас қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалынан 998 күні бұл саатқа бойлы хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Киевде Қырым муфтисі сайланды. Дини идаре Қырым-татар халқы өгінде мұсылмалар өгінде олған шағыруларға жауап бермек керектір. Қырым бойынша резолюция қабыл етілмесіне Русия кедер етмеге тырышacak. Alınmamasını edip bir şey yapılamazlar. Hiç olmadı ülkelerin sayısını azaltmak için bir şey yaparlar. İşgalden son azat olunған Қырым nasıl olacağını спикер Паруби Türkiye'de seslendirdi. Қырым татар халқының ақылары кең тақдим етілген мұқтариет olacaktır. Украина бүгін итибар ве азатлық күнні қайдете. Бұл күні 3 ел евелсі Евромайдан башланған еді. Ол вақыт президент Януковичтің акимиеті Авропа бірлігі или ассоциация имзалануыны тоқтатқан еді. Нәтижеде бинглернен украинлер наразылық акцияларына шықтылар. Евромайдан деваманда олған қалабалықларда ең аз 2,5 bin инсан яраланды, 104 инсан елек олған сайылы. Елек олғанларыны Украина азатлығы үшін өлгенлерінде Небесная сотня деп адландырдылар. Украинаның келечегі біздің елімізде. Бізден ғайры мемлекетімізні мувафақиетлі ве күчлі етежеклері жоқ. Бұл енді аман-аман 3 ел евелсі елек олғанлары өгінде біздің бұйын бұржымыздар. Хизбут Тахрир ішінде қабатланған Муслим Алиев 5-ші күн Ахмеджитеке ақыл хастаханесінде тұтыла. Анда оңған избетен мечбури психиатрик экспертиза кечерелер. О гонылы оларақ Меджлис рейсінің мавины Илми Умеровнен бірдемлік олып, экспертизадан кечмеге рет етті. Адвокат Эдем Семедляевнің білдіргеніне көре, екімлер жинай ішке тиешіклі суаллер бере екенлер. Экимлеру Хизбут Тахрир азасы улама муфтиге елге олған мұнасебеті ақында сұрайлар. Бұнен бірабер шейтлерге насыл мұнасебеті олғанынен миракланалар. Мен білесем бұл суаллерні тақиқатшылар тізгендір, чүнке экимлерні бұл суаллер миракландырмас. Санкт-Петербургта муддетсі стратегия 18 акция башланды. Бұл Қырым-татарларға дестек көстеріп бірдемлік наразылығыдыр. О Питерде айының 18-ші күні өткерілмесі планлаштырыла. Демократик әрекетлерінің фальжилері Қырымның тамыр халқы Қырым-татарларға қаршы олған репрессиялар тоқтатылып, Илми Умеровқа қаршы олған тақып тоқтатылмасы ве Ақтем Чейгоз Алиясанов ве Мустафа Дегерменже азат етілмесіні талап етелер. Біз ақлы олғанымыз үшін қорқмайық. Бізге бұтын дүния қол тұта. Кеченлері халқара жинайы махкеме Қырым işgalini арби жинайет оларақ таныды. Репрессия ве тақыплер тоқтатылмасыны талап етмек, бұл ақта айтмақ, бұл менің бойным буржыдыр. Украинада инсан ақлары күніне бағышланған Amnesty International сияси мабуснерге мектуп yazып, 10-ші марафоны башланды. Бұл акция 200 мемлекетте өткерілі. Киевте марафон мұстақылық мейданы янында ерлешкен почта бөлігі оғынды өткерілді. Фальжилер Умут ве Қоршалавның тимсалі олған 50 шемсия açtılar. Бұл еллық Украин марафонның қараманы Қырымда майыс айында қырсызланған Эрвин Ибрагимов олды. Оның тақдирі ақында аледа ешбір мәлімат жоқ. Тешкілячылар Русия Қырым-татарларының ақларыны бозғанын да қатырлаттылар. Є дві форми підтримки. Перше – це Қол тұтыванын екі шекілі бар. Бірі işgalci hakimiyetinden оның ғайып олуынен бағлы тақиқат кечірілмесіні петиция язып, талап етмектір. Әмде ана бабасына дестек көстеріп мектуплеріні язмақ. Бойле күтлевей басқы иш тақиқ етілмесіне тесір етечегіне үміт етеміз. Русия Бірлешкен Милеттер Тешкілятында işgal олынған Қырымда инсан ақлары бұзылығы бойынша резолюция қабыл етілмемесі үшін çalışacaktır. Бұл ақта Қырым-татар халық лидері Мустафа Джемилев білдірді. Оның сөздеріне көре ноябрінің 16-сында Бірлешкен Милеттер Тешкілятының 3-ші комитетінде қабыл етілген резолюция лейхасы декабрь айында Бас ассамблея топлашуында таздықланмақ керектір. Bu mesele, yani Kırım Yarımadası'ndaki insan hakları zedelenme meselesi Birleşmiş Milletler'in 72. Genel Kurumu'nda, yani bu Aralık ayında, Dekabr ayında olacak kurulda bakılsın diye karar alındı.
Evet, anda da son epeyce savaş olacak. Yine de Ruslar çok gayret edecekler. Bu karar alınmamasına evet bir şey yapılamazlar. Hiç olmadı ülkelerin sayısını azaltmak için bir şey yaparlar. Kırım Tatarlarının akları Kırım Muxtar Cumhuriyetinde keng takdim etilecektir. Bu haqda Ukrayna Yuqarı Şurası'nın spiker Andrei Parubiy, Türkiye'de Ukrayna kilsesi meselesini çizgen vaqt ATR telekanalının muhbirine bildirdi. Lakin ne vaqt bu karar parlamente alınacağını aytıp olamadı. І ми впевнені, що спільно і враховуючи Халқара те, що санкциялары міжнародні olğan санкції, басқын нәтижесінде Қырымны Украина эркеніне барышық yolмен қайтарacakmızda eminmiz. Қырым evvelki olğan statusunda olacaktır. Қырым Tatarları ve Ukrayniler arasında bir memleketinin vatandaşları olarak iyi münasebetleri devam edecektir. Қырым Ukrayna erkeninde Қырым Tatar halkının akları keng takdim etilgen muhtariyet olacaktır. і буде з великим розширеним правом для кримських татар. Айдер Рустамов Қырым мұсылманлары діни идаресінің муфтисі Киевте Украина қытасында фәалиет көстерген дин жемиет векіллері құрылтай кешіріп, Қырым мұсылманлары діни идаресіні тешкил еттілер. Топлашуда 14 дин жемиетінден 40 векіл іштірак етті. Айдер Рустамов чоқлықнен 38 рей нәтижесінде сайланды. Мұне берабер улемлер шурасы тешкил етілді. Анда 11 инсан кірежек, 9 ислам динінің мутихассылары ве екісі Қырым татар милли әрекетінің іштіракшылары. Шуранын рейсі olarak Süleyman Hayrullayев tayinlendi. Ne için kurma bu muhtiyatın gerek? Yani koordinasyon sıfatta bir struktur olmak gerek. Türkiye'ye alayıq, Rumuniya'ya alayıq, bizim Kırım Tatar çok halkı var. Bize bir instrumentari olmak gerek, bizim çaremiz olsun. Kanda bizim halkımız var. Türkiye olsun, Rumuniya olsun, Germaniya, Almanya olsun, Bulgarya, kanda bizim halkımız onları varıp tepretip uyandırtmak gerekmez. Muftimizni ko'rdik. Xashkab qo'lg'anni ko'rdik ishgaldan so'ng. Ammo bizning de ummamiz böyle bir parchalangan böyle bir shaklda o'la qolishdi. Nega bu idora bizga kerak? Siyoset biz boshda Qrim tatar olarak bizning vatanimizni qaytargan so'ng musulmonmiz, adi musulmonmiz desak to'g'ri. Bular bu boshda musulmonlar so'ng böyle bir Qrim tatarlar bu shaklda shunchaki biz olib bormaymiz ishlarni. Men shunday deganda biz vatan qaytarmaslik. 38 tamam. Данное управление необходимо для того, чтобы ответить... Дини идаре Қырым татар халқы огынде, мусульманлар огынде олған чағыруларға жауап бермек керектір. Біріншіден Қырым ишгалде мусульманларны яқалап апске ташлайлар. Біздер bu ақта айтажамыз. Біз bu ақиқатны айтмасақ, кім бұны айтажақ? То есть мы, естественно, будем об этом заявлять. Mahkemege kelgenlerge аш 26 fevral işi bakılmasında mabuslerge destek göstermege kelgenlerge Soysop ve advokatlarga Enver Musledinov ve Omur arkadaşı Fira Sultan birkaç haftadan beri sıcak aş pişirip getireler. Aktemçi göz işi bakılması endi 17. hafta devam etti. Haftada 3-4 kere mahkeme toplaşuları ötkirili. Люди со всего Крыма приезжают, и мы видим, как они здесь в трудной ситуации не могут найти, где перекусить. От того, что люди здесь поедят и поблагодарят Создателя, пожелаем друг другу хорошего. Я думаю, великое благое дело, покой души заключается в этом. Bu saat hazır olған соңки хаберіміз еді. Невбеттеки Украин тілі хаберлерінен София Абляеваны қаршыланыз. Мен сесілерінен ярынға қадар сауқлашам. Көрішкенже.